жүрсіз бұл жалақыда. Оны ұйымдастырушы кім? Мәмбет Сатаевтай болды бұл жерде. Бірін айдап салды адамды. Бірін айдап салып, бұжығыны бөлді. Мұнайшыларды бірін айдап салып бөлді. Профсоюзды бөлді нешеге. Бәрін отырған Мәмбет Сатаев бәрін жасады. Кеше Приотшотпамын кетті жұмыстан. Сокращение 20 миллион алды да түсіп қалды. 6 айдан кейін қайтқан жұмысқа отырғызды Өзенмұнайгазға. Оның құдіреті күшті болып отыр неге болса. Бір әділді берді. Өзенмұнайгаз басқалар бәрін бір ұстап отыр. Ана бізде Шабдол деген бар, тағы басқалар бар, бәрін айдақтап, бірін айдап салып, профсоюздарды бөлгенде сол. Әркіммен ауыз жаласып, бұның артында Әлигай Жарбайдың да бар, Есқазиның да бар. Сол Мәмбет Сатаев жоқ болмай, мына жерге келген ақша дұрысынан ештеңеге бөлінбейді. Ана жақтан жүріп отыр. Мына ұлттыққа келмейтін нәрсе жоқ. Темір терсек қосқа бәрі. Зардабын тартып отқан біз әлі бір насос жоқ келіп атқан ол. Бір двигатель жоқ. Мен попадның жөнінде айтайын. Не бір келіп атқан сәлік жоқ. Кешегінгі дейін құлғылып, 2010-ға дейін құлғылып жұмыс жасады. 6 жұмыс жасады. Біз әншейін жасадық, біле білсеңіз, 2-ші разрядпен. 2011-де қалып бір-бірін айтақтап қырғындауменен бұжығының арқасында, бұжығыны бірақ бөлектедіңіз, бұжығыны халыққа қарсы қойдыңыз. Бұның артында кім тұр? Сіздер басшылар тұр бұның артында, бәрін білдіріп отқан басшылар. Соны істе, қазіргі таңда рөлді жақсы атқарып отқан Мәмбет Сатаев сол құрмай Әлигай Жарбаймен қосып, біз алға баспаймыз, әлі жеу үстіне жиінеміз, әлі тақырып отырғызады әлімізді. Мәмбет Сатаевтың кетуін қалаймын мен мына жерде. Келесі сұраққа өтейін бе? Ішкен жеген ақшасына бересің. Сосын тағы бір сөз, тағы бір сұрақ. Анау домбырашы кім жаңағы шығысшы? Мұсаев Кима соны не үшін 7 мыңға жұмыс жасатып қойған Өзенмұнайгазда? Ондай соны яқтамап 700 мың айлық алып отырған 3-4 жылдан бері. Әлі сүйеуғайдың қасында жаңағы Мәмбет Сатаевтың ұйымдастыруымен сол ақша алып отқан. Бүгінгі күнде соны анықтап қарауымызды талап етемін. Егер де ондай нағыз жұмысшы жаңағы жұмысшыдан керек болса, бізге Арғын Қалыбаев деген жоқ, Жаңаөзеннің жырын жырлап. Соны әкеліп қойдық. Bizde online eser oldu. Мынау не